Su. Саламатсыздар ма? Қалайсыздар? Бұл социальный эксперимент болған. Осы маған қандай адамдар көмектесетін өзім көргім келді да, осындай мейірімді жандар сіздер сияқты міне. Қорқып кеттіңіз ба? Ана әкпелер скорый шақырып жатыр ғой екеуі. Алматыдан осы Таразға туған жерімізге келіп, арнайы адамдарды қуантуға келдік былай айтқанда. Иә. Міне Нұралы ұстаздан сұрадық, қандай осындай жандар бар ма деген сияқты. Сол Нұралы ұстаз кеше сіздерді айтқан еді. Өзіңізде жалпы негізі қандай жағдайлар болып тұр қазір? Полизвет етіп қалдым 3 жасынан. Одан қан ауруымыз қазір. Өзі сөйлемейді, өзі тамақ ішпейді, өзі шомылмайды. Енді бәрін өзім істеймін тек қана мен. Шомылдыруға да қиын маған ше. Әкеміздің үйі де жоқ. Бұлай өзімнің ішімнен шығып тұрған не? 2 бөлмелі квартираны алып, соны квартирасының бәріне өзім жауап берем. 2 бөлмелі бола ма сізге? Болды, Алланың қалауымен міне. Аренда ешнәрсе уайымдамайсыздар былай айтқанда ше. Жыламаңыз. Көз жасыңыз Құдай көрді ғой, айттым ғой кез. Күйеуім де өзі де инвалид 2-ші группа. Менің есімім Әділет болады. Мен өзім жеке кәсіпкермін. Қазіргі таңда осы бытовая техника, электроника үйіңізге қандай нәрселер қажет айтыңызшы? Менде холодильник жағы қиын. Телевизорде керек менде. Жалпы сізге телевизор и холодильник керек, Иә. Дұрыс па? Алла қаласа, міндетті түрде сіздің айтқан заттарыңызды беремін мен бүгін, Алла қаласа, Алла разы болсын. Амин. Менен қайтпаса да Құдайдан қайтпаса. Енді әпке сізді көріп жүрміз ғой, мешітке келіп жүресіз. Балаңызды арқалап келіп жүресіз. Қаншама сыртыңыздан қарап. Келдіңіз ғой кезінде. Квартирада тұрған кезіңізде де. Сыртыңыздан қарап жүрегім ауырып, мешіттен де көмектер беріліп жатты. Памперске ақша жеткізе алмай қалам, кезінде ше. Алла қаласа, бұдан кейін мен өзім личный сіздің номеріңізді алып, маған жазып тұрсаңыз, осындай жаңағыдай қажет заттарды айтсаңыз, мен сіз міндетті түрде көмектесіп тұрамын, Алланың қалауы. Осы уақытқа дейін көріп жүрген қиыншылығыңыздың жемісі, қиыншылығыңызды Құдай көріп тұр, адамдар көрмесе де балаңыз жетектеп жүр. Иншалла бұл есесіз қайтпайды. Құдай қаласа, Құдай тағаланың берері мол сізге иншалла. Бұның барлығы Алланың құзырында еленбейді деп ойланбаңыз әпке. Болды, сіздің квартираңыз да шешілді, үйге керек тұрақты нәрселеріңіз де шешілді. Көз жасыңыздың бәрі қуанышқа осылай төгіле берсін Алланың қалауымен. Амин. Амин, Аллаху акбар.